Баршаңызға сәлем. Бүгін сырники дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті тағамдар: сүзбе, жұмыртқа, ұн және шекер. Ең алдымен сүзбеге жұмыртқа мен шекерді салып, блендермен езіп аламыз. Сүзбеміздің құрғақ болғаны жақсы, сонда көп ұн салуды талап етпейді. Енді осының үстіне ұн салып, жақсылап араластырамыз. Табамызға сары май салып қыздырамыз. Майымыз қызды. Енді сырникиді жаймендеп саламыз. Осылайша екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Мінекей, сырники дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.